Selam алейкум, эфирде хаберлер. Студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бойле малюмат. Тоқылчақ көнде чоқ бекленілген вақа оларының евлеріне газ келіп етті. Ажылыққа кетмезден евел инструктаж кечірілді. Қырым мұсылманларына ажылық программасы саз басамақлар ве мерасимлер авто тариф еттілер. Қырымда яңы туристик маршрут пейда олды. Ярым аданын мұсафырлері ве сәкенлері жүмкуретімізде ден жүйеттен диқатқа лайық ерлерінен таныш ола білелер. Орта асырлық ташлы үзіклер коллекциясы боле бақшышны Қырымның Қавмият музейі елде етті. Кремльде турк борегіне қувана жақлар, ама оны Москваға юланылған ақта да кімсенің қабері еуқ. Бұл ақта Русия президентінің матбуат кәтібі Дмитрий Песков білдірді. Қатырлатамыз, турк шекерлеме япыжысы русилелерге тешекер білдірмек істегі ақта кечкен авто илан еткен адам. Хасан Аджардан бақшышының себебі Туркияге С-400 адлы зенит ракета системасы кетірілмесінің башлануынен бағылы. Америка Қошма Штатлары бойышны бозмаға тұрыштылар, ама Анкара Русия системаларының сатын алынмасынен мәселе қапалы деп суалны чезді. Чоқ бекленілген күн тоқылчақ яни Гришина көйне газ келіп етті. Тет бірде жүмкуретмазның елбашчысы Сергей Аксенов іштірак етті. Газ елінің ұзынлығы 18 километріні тешкіл етті. Объектінің фияты есе 117 миллион рублиге яқын. Крымгаз сети дәресі әнді көйінің 48-нен анлашматызды, олардан 26-сы газ қошылвына азыр. Сергей Аксенов ішні вақытында екінленген түш қызметшілерге тешекерлер бұлдарды. Бұндан сон Қырым елбашчысы бұл көйде 45 елдан зияде шаған сәкенің евіндегі газ плитасыны яқты. Ура! Ясно, что в доме есть газ. Бұндан да ғайры елбашчы қарлық ве энергетика везірі Вадим Беликке имтиязлы гражданларының евлеріне газ чекілеуі бойынша программаны ішлеп чықармаға авалетті. Ажылыға кетмезден евел инструктаж кечірілді. 300-ден зияде Қырым Сакина Ахмезжетінің меркези жәмесі кебір жәмеде топланды. Бүгін тешкелечілар елжылықның программасымен таныш еттілер, ве ажылықның басамақлары ве мерасимлері ақта тариф еттілер. Ажылықның тұрмыш еве идареджі амели меселелері мұзакер еттілді, айры диқат ажық қадынларға айрылды. Олар үшін явлық бағланмасы бойынша мастер-класс өткерілді. Мы помогут мужчинам тоже, хорошо? Поэтому обратите на это внимание. Одежду выбирайте однотонную и не выбирайте пестрые, яркие, обтягивающие. Ажылық яне Меккені зиярет ету ислам динінің шартларындан бұрысыдыр. Оны чарасы олған мұсылман умырынде бір кере yapmak керек. Kendi gözlerinden gören, vücudundan, o yazılardan, peygamberin gezen yerlerinden, gezen yollardan burada gelip de adam gibi gelecek neslimize anlatmalarına o kadar arzu eder ki insaniyeti sevmek, insanlara insanlık etme, hizmet etmeyi daha güzel yapmak için en büyük isteğimiz, arzumuz odur. Allah kolay getirsin deyik hacılarımıza. Herkes varıp ibadetini yapıp tekrar ailesine, korantasına, mekanına, vatanına dönmeye Allah nasip eylesin. Bu yılı muqadeskерлерге kvota boyunca 800 Қырым сәкені yolan alacak. Birinci grupa ölünün 26-sında uçacak. Zanjirli medrese Kenya İslam Aliyokov yurtu olacak. Bu haqta Қырым muftisi Бақчысарай şehrinde iş ziyareti ketişatında haber etti. Hatırlatamız bugün Zanjirli medrese Rusiyada saqlanıp қалған ең eski din mekteplerinden birisi sayla. Onun temelini 1500 senesi Менгли Герайхан қойған адам. Совет devrinde ise din kompleksi ruhi nevrologiya hastahanesi olarak kullanılaydı. Binalar hastahanenin ihtiyacılarından көре deniştirilip kullanılgan adam. Acı Emirali Ablayev айтқанына көре епс объектлер tetqiq etilecek ve olarga ilk көрініші қайтырылacak. Ишымыз чоқ эминамка ерлі ве Джемхурет Укумынет Бақчысарай тарихи медени ве археологик қоруқ музейінің реберлігінен бірлікті чалышып ве комплекснің тарихи көрінішіні ғайрыдан тіклейджекмаз. Сон есе очоқ асырлық ишыны девам етеджек, яне ананеви дин тасиліні береджек ве рухи маариф тікленмесіні оқырында чалышажақ.
Қырым көпірінде рельслерні ерлештіріп бітірділер. Бүгін тамань ве кері чадлы қысымларны тантаналы шекілде бағладылар. Демир елінің ұзынлығы 19 километрні тешкілетте. Қатылар бойынша әрекет ялдамалы вестесіз олмаладыр. Қырым қатренлерінің қатына башланмасы ағымда кесененің декабрь айына планлаштырыла. Предстоит еще огромный пласт работы. Это балластировка, выправка, сварка. Ну и последующий комплекс – это оборудование устройств. Ахмездете Демир Yol вокзалыны бұл елінің сонына же тамир етежеклер. Станцияда ішчілер енді ескі төшілмені көчірділер ве яңысыны ерлештіріп башладылар. О көрініш тамирленуы бойынша ішлер толу шекілде алып барыла. Юзден зияде километрлік yol яңыланды. Қырым Русияның қыта қысымдан мұсафырлеріні қабыл етмеге азыр мы, жоқ мы? Жевапны мұғберіміз Мухаммед Киреев біле. Евгений Венгер енді 10 елдан берлі Қырымда чешіт вокзалларыны ғайрыдан тамир ете. Бұл яз девамында у Ахмеджетінің станциясында қаплама плитканы қоя. Красота, какая плитка тут лежала до этого, хоть она и пролежала, сколько там, 20 лет уже пролежала. Ну, конечно, очень красиво, когда новая плитка лежит. Да везде, после ремонта, после благоустройства, везде очень красиво. Буиш енгіл-дегіл Евгений Эркун Жанкой шерінден Ахмеджет вокзалына келе. Біріншіден құм ве таштан темел азырлана. 30 градуслық sıcақта ондан зияды ішчі пияделер yolчықларыны пазыл кыбы тізелер. Қырымның территориясында 6 демір yol вокзалы бар. Бұл Ахмеджет кезлев Жанкой Ақяр Керіч ве Кефе шерлері. Ерде тамир кете вокзалларда пандуслар ерлештірілі. Кенефлерде махсус кабиналар сақатлар үшін көчіжік көтережілер олажақ. Ахмеджет станциясында көзлері зайыф көргенлер үшін махсус тактиль төшілме ерлештірілежек. Последний раз крупные реставрационные работы на вокзале Симферополь это велись в 2000-х годах. Вот полностью проводился капитальный ремонт всего вокзального комплекса. Вот. Это по вокзалу Симферополь. Также в тот же период были отремонтированы капитально и другие вокзалы. Бүгінгі күнде бұтын Қырымда 26 чифт электрик трен қатнай. Шымда Ахмеджеттен Ақярға же 2 саат ішінде етіп бармаға мүмкін. Жанкойден Ахмеджетке же келмек үшін 1,5 саат керек. Эркун демір yolынан 12 бинге якын адам құлана. После завершения всего комплекса путевых работ, которые в этом году будем заканчивать, значит, да, Крымская железная дорога готова принять поезда со скоростью 120 километров пассажирским поездам, 80 грузовым в направлении от Симферополя до Джанкоя и от Джанкоя до Владиславовки. От Владиславовки до станции Багерова, значит, скорость движения поездов пассажирских составит 100 километров, грузовых 80. Bundan da gayrı Qırım demir yolunun xadimleri Cumhuriyet boyunca 300'den ziyade kilometr relslerini tamirini keçirdiler. Ahmedjetten Jankoygeje ve Keriçten Bagirova koyuneje 90% iş yapıldı. Yaramadamızın vokzalları ve demir yolu trenler katnavına hazırlana. Bu ağımdaki yılının sonuna beklenili. Muhammed Kиреев, Magomed Нестуров, Millet üçün. Қырым қарылғачылар евасының реставрациясына 80 миллион рублей масраф етежек. Бұна Малия Жұмқұриятның бюджетінден ве 2022 сенесіне же ярмадан кешафы бойынша олған федераль мақсадлы программадан айыра. Контракт черчевесінде қаяташының темеліні ве фундамент плитасыны қавелештірмек, емді бинанын дамыны тамир етмек керек. Бинаве қайының электриктемен етілігі ярықлануы ве видео көзетуы бойынша ішлерде кечірілежек. Тыш қызметші 2020 сенесі сентябрінің бұрынеже ішлеріні екінлемек керек. Қырымның сарай ве жәмелері адлы автобусторы елял сертификатны әлде етті. Маршрут Қырым татарларының діни әбеделері ве медениетінен таныш ете. Бұл 8 күнлік тур. Мұғбирмаз Айжы Шулакова елял туризм не екен суаліне жевап қыдырды. Бақчасарайда ерлешкен этномеркезінің кірішінден Қырым татарларының мұсафыр ченлегі дойла. Мұсафырлеріні милей урбалар киген қызлар ве оғланлар қаршылай. Халқ авалары яңғырай, авада қаве ве Қырым бахаратларының қоқысы уча. Туристлерні мұнда тамыр халқының медениеті желпеті. Бойле этнокомплекслерді милетіміздің турмышынен таныш этелер. Милей чимлік сайылған қави ақында тариф этелер, хайтарма ойнамаға ве юфақа ясамаға огретелер. Они должны быть размером в ноготочек, очень маленькими.
Соңки вақыт Кырымда элал туризм фаал инкишаф эте. Bunun için Kırımның сарайлары ve camileri adlı махсус автобус туры яратылды. O шариат боюнча тызылды, муфтияттан сертификат да бар. Сертифицирован был отель, конечно же, в первую очередь питание в отеле, автобусы, то есть те кафе, где будут питаться туристы по маршруту во время экскурсий. Ну и, конечно же, были урегулированы вопросы экскурсионных текстов, которые будут рассказывать экскурсоводы. Sekiz günlük avtobus turu Ahmetjetten başlana. Kırım tatarlarının dini merkezi ve musulmanlar için muhim ve mukaddes yer olgan kibir cami birinci noktadır. Bu caminin divarlarını beyaz түсте olganını sebebinden paytahtımızga da Ahmetjet adını bergendirler. Bu ise Ahyar Camisi, 20. asırının mimarcılık abidesi. Ahyar Camisi iki sebepten unikal sayıla. O tek Ahyarda degildi, Kırım boyunca Mısır, Maluk üslubunda kurulgan yekene ibadethanedir. Kalgan camiler ise Osman üslubunda kurulgan. Onu turistler ekskursiyanın ikinci günü ziyaret ettiler. İlaltur Kırım tatarlarının dini cihetten dikkatga layık inşaatlarından tanıştıra. Bu obyektler asırlar devamında yarımadamızda hüküm sürgen dini medeniyetke yakınca olmağa imkan yarata. Xansaray bütün dünya seviyesinde emniyet taşıgan medeniyet ve tarih abidesidir. Bütün dünya Kırım Tatar saray mimarcılığının yekene numunesidir. Tamam bu obyektten Bahçesaray boyunca kezinti başlana. Второй раз был первый раз в детстве, но вот захотелось сюда вернуться. Очень здесь у вас хорошо, красиво и приятно, когда историческое наследие сохраняется. Seyahat tek elal kahvehane ve restoranlarının yerleştirilmesini de gıldı, İslam dinine ait rahatlanuvunu gösteriyor. Şu cümleden sertifikat berilüvü biz için mühim. Evvelden muftiyatının hadimleri marşrutunu yaxşı teşkirdiler. Vina vodочный zavodlar vesaire şeyler var. Biz onların hepsini yok ettik. Çünkü Müslüman birisinin öyle bir yerlerge kirmesi, öyle bir yerlerine bakması pek yararmaz. Son deniz yalılarını da kümer yerlerini biz iptal ettirdik. İlal tur 8 gün ve 7 gece devam etti. Şimdilik o uçup gelgen adamlarga kelişi. Kırım köpründen trenler yürüp başlagan son ise yarımadamızını daha çok Rusya sakinleri ziyaret edebilecekler. Крым очень много рекламируется, много сегодня говорят о Крыме, но не всегда упоминают о том, что в Крыму достаточно много исламских святынь, и эти объекты достаточно стары. Если говорить об исламской истории Крыма, то самая старая мечеть в Крыму, вообще-то, к сведению, находится в городе Старый Крым, и она датируется XIV веком. Turunun fiyatı bir adamga kararnen 40.000 rubleni teşkil etti. O oktyabr ayından aprelgece çalışacak. Ayşe Şulakov, Vitaliy Golubov, Eldar Zaitov, Millet için. 18 asırga ait kumuş, tunç, yaldızlı taşlı 42 yüzük kolleksiyasını paytaxtımızın etnografiya muzeyine bahşiş ettiler. Böyle etip Medeniyet Vezirligi mütexassislarını kavmiyatçı, yani etnograf konunen hayırladı. Kırım Tatar etnografiyası nasıl ilerlegeni aqta bizi muhbirimiz devam etti. Уникаль ялдызлы ташлы юзук Хавмият музейінде яны коллекцияның ижасыдыр. Музейде қавмиятчылар Зенат байрамының арфесінде бір sıra ескі юзіклер экспозициясыны бақшыш еттілер. Важным для нас является приобретение 42 замечательных перстней печаток. Относятся они к прикладным печатям, которым закрепляли документы. Бағышланған шейлер екі чешітті. Есмі язылған ве дени тимсаллері олған юзіклер. Оларының элементлері текрарланмай. Бұл этнографлар байрамының арфесінде музейге бақшыш етілген екені әдиедігіл. Араб языларының яраштырылған бияз явлуq веда onlar же текстиль неменелері Анастасия Михайлова Кырым Татар комшусы бақшыш еткен сандықта тапты. Кетенлерінің тарихи қиметіні музей қадимлері белгілемек кереклер. Различные предметы из ткани, платки с различной вышивкой и так далее. То есть мы решили все это дело принести и подарить музею.
Мамут аға чурлы белі қырымтатар қавмиятчысы. Илк сефир этнографиянен о 2014 сенесі оғырашы башлады. О заман Қазан язычыларынен бирабер қырымтатар масаллары жиынтығыны топлайды. Бұл вақытлары қырымтатар этнографиясы ақта малюмат пек аз еді. У нас очень много утраченных знаний о своей элементарной бытовой культуре, традиционной культуре. Мамут аға чурлы 2017 сенесі чатырдақ адлы ижади бірлешмені яратты ве оның ребері олды. 2019 сенесі олар этно Қырым сериясында илік жиынтықны нешір еттілер. Китапқа 14 мақале кірсетілді. Оларда таш, керамика ве Қырым татарларының дигер турмуш эшиялары ақта сөз юрсетілді. Мамут чурлының 2 мақалесінде бірінде Қырым татар нағымыш тимсаллері талил етілі. Ромб называется кобек. Это один из самых древних знаков, которые есть у всех народов. А у нас сохранилось его название. Кобек – живот. Живот женщины с семенем внутри. Бөле кілімні елінен тоқымақ үшін қарарнен бір ай вақыт кете. Әршей тек сырф кетінден ве осымлік бояларындан ясала. 1 кило епні боянмасына 1 сутка вақыт керек. Қырымтатар мединиетінен бағылы китап бұсынки елларда Қырымтатар турмышы ақта тариф етмеге тырышувдыр. Мамут чырлы яқын вақытта жиынтақның 2-ші қысыманы нешір етмеге ниетлене. Мухаммед Зикирев, Эльмаса Балкимова, Мария Халадюк, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Кезлевле иш адамындан ве оның арқадашындан 5000 литрден зияде сақты алкоголь içimligini чекап алдылар. Олар акциз ишаретлері олмаған спирт, коньяк, текила, виски ве рақы içimliklеріні сымарыш бойынша сатайдылар. Бұл ақта Қырым бойынша çalışқан МВД идаресінің матбуат қызметі хабар ете. Экспертиза нәтижесіне көре чекап алынған мақсулатлар адамлар үшін хафлы, оларының сағлығына ве аятына зарар кетіре біле. Қанун бұзудыларға қаршы жинай иш açılды, олар 6 жылға жазатлықтан марум етіле білелер ве $500 000 рублиге қадар пара жазасыны төлемеге мечбур олажақлар. Были проведены обыски в помещениях, принадлежащих фигурантам и расположенных на территории одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов, в ходе которых из незаконного оборота изъято порядка 5500 литров спиртосодержащей продукции разных наименований, в том числе спирт, коньяк, текила, виски, водка и так далее, без акцизных марок и иной маркировки. Ахмеджет Сакинен Верфедосов сербест күреш бойынша Русия чемпионатында тунч мукафат қазанған ғалип олды. 88 килоға же 55 яшлы спортчылар арасында ғалибе қазанды. Қырым Жумхуриеті спортив күреш федерациясының матбуат қызметі хабар еткеніне көре, ярышлар Москва вилетінде Дзержинский шерінде кечті. Ярышта мемлекетіміздің 43 регионындан келген 180-ге яқын спортчы иштирак етті. Шымдықы дақаға бойыпсы хаберлер кележек яйынымызны 21:30-та қачырманас. Хайырлы ақшамлар.